Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, және де Clash.kz арнасының жазылушылары. Және де бүгін ешқандай да бойлар немесе рубрикалар емес, бүгін жаңа рубрика. Яғни сундуктар ашу, яғни керемет сундуктарға ашатын видео. Егер сіздерде легендарный сундук, немесе магический, немесе эпический, немесе огромный, немесе супер магический, маған ВК листаға жазыңыздар, түрш ана мынау деп, яғни мен түсіріп, видеоға түсіріп ашатын боламын. Егер сіздер түсінсеңіздер. Және де видеоны бастамастан бұрын осы аккаунттың иесі Аламат деген жігітке рахметімді айтамын, маған сеніп аккаунтын тапсырғаннан. Және де көрсеңіздер, бүгін бізде магический, және де легендарный, және де эпический сундуктар. Өзіңіз білесіздер, менің ВК группамда, яғни магический түсті деп бір жаңалық жүр, одан кейін легендарный түсті деп, одан кейін эпический түсті деп. Өте керемет, яғни біздің главный ойыншысы. Және де қараймыз, так, мындай істепті. Короче, оның картасы, яғни ганчайменің бізге качай ету керек варвар, және де мух, арда миньон, сосын тада бір миньон, және де бір гоблин. Немесе заморозка, стрела түссе де бір жақсы болар еді. Және де көріп тұрғандарыңыздар, одан басқа легендарный карта жоқ. Және де осы 4, 5, 6 картаны біреу ашылады. Бұйырса, даже екеу ашылса да өте керемет болады. Ал бізге сундуктан жайлақтарыңызға рахметті айтамыз. Саламатта. Егер сізде болсаңыздар жазыңыздар. Ал біз көп сөзбай ашпай сундуктарымызды ал біз сімілі деп бесплатный сундуктан ашамыз. Золото, башня бомбежка, және де 9 барды меняс, нормально. Және де біздің қараңыздар, біздің кланымыз, яғни топ 165-ке тұрып қалды. 12 орынға шығып, біз 149-мыз, жаңы бір жігіт шығып кетті. Келіңіздер кланға, скоро топқа шығамыз. Көртамызда 3600-3500 кубоктағы жігіттер бар. Және де ал біз жалғастырамыз бесплатный сундук, золото, мега миньон, және де пушка. Ну, нормально. Және де біз сізде бірінгі сундукты ашатын боламыз. Золото, садникті кабане, 8 уровень көбейтуге. Керемет. Және де огненный дух. Өте керемет. Және де осындай сундуктарды дайындап болған Саламатқа рахмет айтамын. Сол үшін қолдарымызды көтеріп, тегін лайкты басуға ерінбек достар. Оның шыдамдылығын бағалайтын болайық достар. Және де осындай рубриканы күтсеңіздер, лайкты басуға әрине. Ал біз енді королевский сундукқа көшетін боламыз. Так, золото, кристалл, бір мушкетер, және де 15 лучница, 5 печ, және легендарка бар. Жоқ, 43 подрывник. Және де енді біз бірінші магический ташик, себебі эпический слабый болса да, новый карта оғаннан кейін артынан бірақ ашайық. Так, енді магический сундук ашамыз. Бісміллә деп. 607 золото, 9 разряд, надгробие, адская башня, 28 королевский гигант, огненный дух, және де хижина бар. Легендарка жоқ. Так, 3 темный принц. Өте керемет, 3-ші уровеньге көтеруге болады. Және де енді біз бісміллә деп эпический сундук ашатын боламыз. Және де оның ішінен вышибала. Өте керемет. Арбалет кешім ойнамайды, сондықтан және де 7 пек. Және де Саламат маған ВК-дан айтқан болатын, типа маған принцесса қалайтын, принцесса түскен. Ал біз енді бісміллә деп принцессаны күтетін боламыз. Ал ашайық біз. Денемнен мурашка өтіп жатыр. Ал давай, қандай легендарка? Бревно джавасек болмаса болды. Ал бісміллә кеттік. Және Спарки. Ну, нормально. Және де скриншот жасай салайық. На память. Спарки өте керемет. Енді Саламатқа, не деймін енді, принцесса шығармағанына ренжіме. Ну, енді түскені болады. Ешқандай да бревно емес, главное Спарки ғой. Ешіне етпейді, өте керемет. Спарки. Және міне біздің Спарки. Енді ода 2 легендарный карта. Мен оны баспай қойын, өзі бассын. Және де оның егісіне, яғни ұстасын.
Саламат. Эмне осындай игрок, осындай колодамен, эгер сизде канча болсо, осындай колодамен ойнай аласыздар. Энди биз мына жактарда не качайт? Хокту качайт еттик, өтө керемет сийинчи уровенге. Эде мына жакта биз мартираны качайт этпиз. Осымен осындай видеоролик сіздерге ұнаса, бигін лайк тайылмаңыздар, және де каналға тіркеліңіздер, комментарий жазып өз ойларыңызды жазыңыздар. Егер де сіздерде ашылмаған сундуктар болса, маған личка ВК-дан жазыңыздар. Осымен амандықта жолыққанша келесі видеода кездескенше достар. Сау болыңыздар.